Bir salih адамның пайда болуы әке шешесіне тікелей байланысты нәрсе. Хузейфа радиаллаху анхудың әкесі де, шешесі де таң қаларлық адамдардан. Қарасаң көз тоятын адамдардан. Имандағы салмақты орындары ерекше болған адамдардан. Анасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның өзінің қолынан Меккеде жүргенде иманның шәрбатын ішкен сондай бір иманды әйел. Bir күні, 2 күн, 3 күн бойы үйінен Хузейфа радиаллаху анхуды көреді. Күн ұзаққа үйінде. Шешесі тұрып шақырып, сен мұсылман емессің бе? Елдің бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның қасында. Сенікі не жатсыз? Бүгіннен бастап үйге келме дейді. Жататын кезде бірақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның әрбір басқан ізін аңды былай, ізін. Дүниеде, ақыретте бақытты болуды мұрат етсең. Бізге ондай мүмкіншіліктер жоқ. Әкең қартайған адам, ода да жағдай болмай жатыр. Үмітіміз сенде емес, кет үйде отырма дейді. Хузейфа радиаллаху анху күнде таңертең пайғамбарымыздың мешітке келеді, пайғамбарымызды аңдумен айналысады. Сахабалардың, жас сахабалардың бәрінің ісі бұл. Bir күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам кешкі намазды оқып, худжрасына қарай кетіп барады. Білесіз, пайғамбарымыз Мәдинада мешіттің ішінде бір бөлме үйі. Худжраға қарай кетіп барады, артынан тырсыл дауыс естіледі. Артына бұрылса бір адам тұр. Пайғамбарымыз, кімсің сен? Мен Хузейфа я радиаллаху. Не істеп жүрсің? Анам айтқан, сенің әрбір ізіңді аңды деген. Сол кезде ғана дүние және ақыреттің бақытына ие боласың деген. Сенің әрбір бөлмеге кіріп кеткенге шейін ізіңді аңду менің жұмысым яғыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам құшақтады, басынан иіскеді. Екі қолын көтерді да, я Раббанал Карим, ей жомарт болған Алла, Хузейфаны және оның шешесін сен рахметіңе бөле. Хузейфаны бақтияр иманды болған оның шешесін осындай санасы соған жетіп тұрған, иманы күнде мені көре алмай жүрсе де баласынан артық болған, баласына осыншалықты тәрбиені бере алған бақтияр қатынды да, я Рабби, сен өзіңнің рахметіңе бөле. Алғашқы жас кезінен иманға келгеннен ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның берекетіне және рахметіне лайық болған сахабаларды.